Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 6 сынып 715 есеп көбейтудің үйлестірімділік қасиетін пайдаланып көбейтінділерді орындаймыз. Бізде таңбалардың қалай көбейтілетінін білуіміз керек болады. Минус пен минус плюсті береді. Сондықтан да ештеме жазбауға болады. 5-ті көбейтеміз 107-ге. Так, 7-ні 5-ке көбейтеміз 5, 35, 3 ойда, 5-ті 0-ге көбейтеміз 0, ойдағы мен 3 болады да, 5-ті 1-ге өтсек, 5 шығады, 535. Келесі минус пен плюс, бізде минусты береді, жазамыз минус, 9-ды 101-ге көбейтсек, бізде 909 шығады. 9 1-ге 9, 9 0-ге 0, 9-ды 1-ге 9, 909. Минус пен плюс бізде минусты береді, жазамыз. Так, 8-ді 3-ке көтсек 4, 2 ойда, 8 0 0, 2 ойдағы мен 2, 8 1, 8, жазамыз 824. Келесі плюс пен минус бізде минусты береді, 13-ті 101-ге көбейтеміз. Бөлек көбейті олсақ та болады, 101-ді көбейтеміз 13-ке деп. 3 1 3, 3 0-ге 0, 3 1 3, 1 0 1 қосамыз. 3, 0-ге 1, 1, 3-ке 0, 3, 1, 1313 шығады. Келесі бізде минус пен минус плюсті береді. Ештеме жазбасақ та болады, 98 көбейтілген 21 деп жазып қоямыз. 98 21-ге көбейтсек, бізде 1-ді 8-ім 8, 1 9-ым 9, 2 8-ім 6, 1 ойда, 8 9 2-ім 18 19 ойдағы мен 8 9-ға 6 қоссақ, бізде 5 1 ойда, 0 ойдағы мен 10 болады. Сонда 1-ге ойдағы 1-ді қоссақ 2 2058. Минус пен плюс минус береді, 17-ні 105-ке көбейтеміз. Так, 105-ті 17-ге көбейткен кезде 7 5-ім 35, 5 жазамыз 3 ойда, 7 0-ім 0, ойдағы мен 3, 7 1-ім 7. Мұнда астында 105 болады 1-ге көбейтсең. Так, 5 8 қосамыз 7. Сонда минус 1785.